Баршаңызға сәлем, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ лимонды кекстардың видео рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Бізге 3 орташа жұмыртқа, 1 лимон, 100 грамм өсімдік майы, 180 грамм қант, 150 грамм қатық, 1 шай қасық қопсытқыш және де ас содасы, 1 шай қасықтың 4/1 бөлігі, 300 грамм ұн және де шым-шым тұз қажет. Барлық заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын. Ең алдымен ұнға ас содасы мен қопсытқышты қосып қойдым. Яғни құрғақ заттарды біріктіріп алдым, бұларды соңынан қосатын боламыз. Содан соң шұңғыл ыдысқа 3 дана жұмыртқамызды салып, және де осыған қантты қосып, шым-шым тұз қосып, миксердің көмегімен жақсылап взбивать етеміз. Лимонды кекстарымыз өте оңай дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тұзымызды салып болған соң миксердің көмегімен араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Қантымыз ерігенше шамамен 2 минут араластырсақ, соның өзі жеткілікті. Араластырып болған соң лимонның цедрасын үгіткіштен өткізіп қосамыз. Лимонның тек сары қабатын қосамыз, астыңғы ақ қабатын қоспаймыз. Себебі оны қоссаңыздар ащы болып кетеді. Лимон цедрасын үгіткіштен өткізіп қосып шықтым. Енді жарты лимонның шырынын және де өсімдік майы мен қатықты қосып бір миксерлеп аламыз. Бір келкі болып араласқанша 1 минуттай миксерлесеңіздер жеткілікті. Егер сізде лимон болмаса, лимон қоспай, оның орнына ванилин қоссаңыз болады. Бірақ лимонмен ерекше дәмді болып шығады. Араластырып болдық. Енді осы жұмыртқалы массамызға ұнымызды қосамыз. Ұнды 2 бөліп қосуға кеңес беремін. Себебі қазір миксермен араластырған кезімізде ұнымыз ұшып кетуі мүмкін. Сондай комочкалар болмасы үшін ұнымызды 2-ге немесе 3-ге бөліп қосып араластырған жөн. Ұнымызды қосып араластырып болдық. Біздің кексіміздің тестісі дайын. Осылай лопатканың көмегімен ағызған кезде ленточка болып ағуы тиіс. Енді тестамызды формамызға құйып шығамыз. Менде арнайы осындай форма және де ішіне арнайы капсулалар салып шықтым. Егер сізде капсула болмаса, астына сәл ғана май жағып, пергамент қағазын қойып шықсаңыз болады. Сондай-ақ кекске арналған силиконовый формочка немесе жиегі қайырылған капсулалар болады. Арнайы сондай-ақ қолдансаңыздар болады. Кекстарымыздың тестісін формамызға құйған кезде жартысынан сәл ғана асырып құямыз, толтырып құймаймыз. Себебі біз пешке салып пісіргеннен кейін тестіміз көтеріліп, сыртына ағып кетуі мүмкін. Сол себепті жартысына дейін немесе жартысынан сәл ғана асырып құйыңыздар. Менде айтылған ингредиенттерден 12 штук кекс шықты, бірақ бұл сіздің жұмыртқаңыздың размері, ұнның сортына байланысты болып келеді. Сондай-ақ кішкентай кекстар пісірмей, бір үлкен формаға салып, бір кекс пісірсеңіздер де болады. Ол кезде 180 градуста 40-45 минут шамасында пісіреміз. Осылай формамызға құйып болған соң 180 градуста шамамен 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пешімізді қыздырып барып саламыз.
Лимонды кекстарымыз дайын. Шайға ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Лаура. Алда жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыздар.